Бәріне сәлем достар, бүгінгі біздің макияжымызды Givenchy компаниясынан Hydra Sparkle лосьонынан бастаймыз. Оның ауа көбіктеріне толы жеңіл текстурасы теріге жұмсақ жағылады және лезде балғындық әсер беріп ылғалдандырады. Келесі негіз ретінде Art Visage-дан Skin Primer негізін қолданамын. Ол терінің түсін біркелкі қылады, тесіктерді визуалды кішірейтеді және оның күңгірт қалпын сақтап тұруға көмектеседі. Келесі көз бояуларының астына жағатын негіз, ол да көз бояуларының тұрақтылығын сақтайды және қанықтылығын арттырады. Әрі қарай The One брендінің сұйық және күңгірт бояуларын қолданамын. Олар теріге өте жеңіл жағылады және бояудың тұрақтылығын арттырады. Сонымен қатар олардың түсі өте қою және қанық болып келеді. Келесі Art Visage брендінен Space Glow сұйық хайлайтерін алып, оны қолға жағамыз, сосын кейін щекаларымызға жағамыз. Бұл хайлайтер жарқыраумен қатар бетті жақсы ылғалдандырады және антиоксидантты функциялар атқарады. Келесі Faberlic компаниясынан Glam Team Contour палеткасын алып, ондағы құрғақ хайлайтерді алып, сонымен жаңағы сұйық хайлайтеріміздің үстінен тағы да басып, яғни сұйық хайлайтерімізді нақтылап шығамыз. Келесі Eveline брендінен ұнтақталған пудраны жағамын. Оны жағу үшін мен өзімнің үлкен жұмсақ кисточкамды қолданамын. Бұл пудраның бір жақсысы, ол бетте мүлдем сезілмейді және күні бойына макияждың тұрақтылығын сақтап тұрады. Ал енді қасымның формасын қарандашты қолдана отыра, оның табиғи пішінін сақтай отыра бояп шығамын жай ғана. Кейін енді көздің бояуына жеттік. Бүгін мен ушес палеткасын қолданамын, осындай қызыл түстерде, сондай өте жазғы түстерде. Және ең бірінші ашық қызыл түсті алып, көздің сүйегіне, үстіңгі сүйегін жағып, оның шекараларын сары түспен жұмсартып шығамын. Кейін қайтадан сол қызыл түсті алып, оның қанықтылығын көбейту үшін екінші қабат басып шығамын. Енді келесі көздің астыңғы жерін жаңағы сұйық бояуларымызбен қайтадан ағартып шығамын. Бұл бізге керек, себебі міне ақ түсті жылтырлары бар, сондай күміс жылтырлары бар бояуды жағып, көздің алдыңғы бұрышынан ортасына қарай ағартып шығамын. Келесі The One High Impact гелевый карандаштарын қолдана отыра өте жұқа, сондай өте түсті стрелка салып шығамын. Бұл стрелканы карандашпен салып, үстінен кисточкамен жұмсартып созып шығамын. Дәл сондай әдісті астыңғы кірпік бойына да салып, бірақ ол жерден әрине стрелка шығармаймыз, жай ғана осылай жұмсартып шығамыз. Қара карандашпен көздің ішін бояймыз, сосын теңеді жетпеген жерін жалғастырып, сосын кірпігімізді қайырамыз, сосын тушты жағамыз. Бұл туш менің сүйікті тушым жазға, өте күшті туш. Сосын келесі румянаны мен осы палеткасынан қолданамын деп шештім. Қараңыздар қандай күшті. Бетімде 1 грамм тональный крем жоқ болғандықтан, бұл түстер әрине біраз қызықты болып көрінеді, бірақ жаз болған соң неге түспен ойнамасқа деп ойладым мен. Қараңыздар қандай өте интересный образ болып шықты міне. 1 тональный крем, 1 корректор жоқ, тек қана пудра крем. Бірақ менің ойымша бұл жетпей қалатын сияқты, сондықтан жаңағы Glam Team палетрасын алып, біраз контуринг жасап шығамыз. Әйтпесе бетіміз тым қара болып кетті. Міне көздің астын біраз ағартып шығамыз. Әрине бұл пудра көпке шыдамайды, бірақ сонда да. Сосын келесі ең соңғы қадам ол помада. Бұл помада тоже өте жақсы көремін, ылғалдандырады, өте нәзік, жұмсақ қылдырады. Міне осындай образ бүгінге шықты достар, сіздерге ұнады деп үміттенемін. Бұл өте сондай жазғы, өте креативный дейді образ. Міндетті түрде үйлеріңізде қайталап көріңіздер және лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.